Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Себебі дәл қазір сіз бауырды үй жағдайында табиғи жолмен емдеу бойынша YouTube'тағы ең керекті видеоға кезіктіңіз. Бүгін мен сіздерге бауырда ешқандай дәрісіз үй жағдайында өзіміз тиімді тазалауға көмектесетін топ 5 тәсілді айтып беремін. Жалпы менің өзім бұл сұрақтың маңында көп іздендім, себебі өзімнің бауырымда да проблемалар болды. Өзім осы әдістерді қолданып бауырымды емдедім. 14 килограмм артық салмақтан құтылдым, ас қорытудағы мәселелерімді шештім. Осы пайдалы әдістермен бүгін мен сіздермен бөлісетін боламын. Бірден айтып қояйын, түк қиын емес, оңай кеңестер. Егер сізде қанша көп ұйықтасаңыз да, шашауыңыз басылмаса, артық салмақ жиналса ағзада, оң жақ қабырғасы ауыра берсе, майлы тамақ жеген соң жүрек айну немесе құсу болса, ауызға қышқыл дәм келсе, теріңіз сарғайса және құрғап түлей берсе, сізде анық бауырда мәселе бар деген сөз. Яғни бауырыңыз дұрыс жұмыс істей алмай жатыр. Маған кейде науқастарым сұрақ қояды: Бекзат Фердоусиұлы, дәрісіз табиғи жолмен үйде бауырды қалай тазалап емдеуге болады деп. Мен төменде айтатын бұл кеңестер дәл осы сұраққа жауап беріп, сіздің бауырыңызды емдеп, денсаулығыңызды түзетеді. Видеоның соңына дейін көріңіз, көргеніңізге татиды. Және міндетті түрде лайк басып, келесі пайдалы видеолар жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, жазылып кетіңіз. Ендеше кеттік. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды мүшелердің бірі. Ол токсиндерді, зиянды қалдықтарды ағзадан шығарып, қанымызды тазалап отырады күнделікті. Бауыр ауруының белгілері қандай? Осы сұрақ қызық болса, сол туралы мен өткен жолы өте пайдалы түсірген болатын. Мінекей, мына жерде соны көрсеңіздер болады. Өкінішке орай, біз күнделікті істеп жүрген дұрыс тамақтанбау, ақша табу жолындағы стресс және зиянды әдеттеріміз бауырымызды кәдімгідей өлтіріп жатыр. Сондықтан оны дәрісіз, табиғи жолмен тазалап, күтіп ұстау сіздің денсаулығыңызды кәдімгідей жақсартады. Сол себепті видеоны соңына шейін көріп, бауырыңызды табиғи жолмен емдеп алыңыз. Үй жағдайында бауырды емдеуге қолданылатын ең бірінші өте тиімді тәсіл ол өзіңізге аштық жариялау. Қысқа мерзімді ораза немесе ұзақ мерзімді калориялық шектеу бауырдың жұмысына бірқатар оң әсерін тигізеді. Осы аштықтың пайдасын және қалай аштықты дұрыс ұстау керек, қазір сіздерге барлығын айтып беремін. Аштықтың бауырға ең бірінші пайдасы ол майлы гепатозды, яғни жировой гепатозды азайту. Егер сізде осындай майлы қарын болса, онда сізде майлы гепатоз болуы әбден мүмкін. Яғни бауыр жасушаларында май шектен тыс көп деген сөз. Біз аш жүргенде бауырда гликоген қоры азаяды, ал энергия көзі ретінде осы майлар жұмсала бастайды. Бұл бауырдың майлы инфильтрациясын, яғни майлы гепатозды азайтуға көмектеседі. Аштықтың келесі пайдасы ол инсулинге сезімталдықтың жақсаруы. Бұл жердегі инсулин деп отырғанымыз ұйқы безінен бөлінетін гормон. Ол ағзадағы қант мөлшерін реттеп отырады. Аштық инсулин деңгейін төмендетеді. Бұл бауырдың май және қант алмасуын реттеуіне оң әсерін береді. Инсулинге сезімталдық артса, бауырда артық май жиналуы азаяды деген сөз. Аштық ұстасаңыз, ол аутофагия процесін белсендіреді. Аштық кезінде, яғни аутофагия процесі іске қосылады. Бұл дегеніміз жасушалардағы ескі, зақымдалған ақуыздар мен зиянды құрылымдардың жою және жаңарту механизмі болып саналады. Бұл бауыр жасушаларын қалпына келтіруге көмектесетін өте пайдалы процесс. Келесі аштықтың пайдасы ол ағзадағы қабынуды азайту. Әсіресе сізде буын аурулары болса, сізге жақсы көмектеседі. Аштық қандағы қабыну маркерлерінің, мысалы С реактивті ақуыздың деңгейін төмендетеді. Бұл бауырдағы созылмалы қабыну процесін азайтуға мүмкіндік береді. Енді осы аштық кезінде бауырда қандай өзгерістер болады? Сол туралы айтып берейін. Ең бірінші бауырдағы өзгеріс бұл гликоген қорының азаюы. Гликоген деген бауырдағы және қаңқа бұлшықеттерінде қосалқы қор ретінде сақталатын глюкозаның бір түрі. Біз аш жүргенде осы бауырда гликоген бірнеше сағаттан кейін таусыла бастайды. Осыдан кейін бауыр май қышқылдарын энергияға айналдыруға кіріседі. Келесі өзгеріс ол кетон денелерінің түзілуі. Кетондар дегеніміз бұл бауырдың майдан жасап шығаратын молекулалар. Олар ораза, ұзақ физикалық белсенділік немесе сол кетогендік диета кезінде тіндерге қосымша энергия көзі ретінде қызмет етеді. Аштықтың ұзақ кезеңінде бауыр кетон денелерін синтездей бастайды. Бұл мида және басқа мүшелерді энергиямен қамтамасыз ету үшін қажет бізге. Тағы бір жақсы өзгеріс бауырдағы ол май алмасуының жылдамдауы. Осы жерде міне әсіресе салмақ тастағысы келетіндер көрсе деймін. Бірден түсініп, артық салмақтан құтылуға мотивацияңыз күшейеді. Аштық кезінде бауырда липолиз, яғни майдың ыдырау процесі күшейеді. Бұл жалпы салмақпен бауырдағы май мөлшерін азайтуға көмектеседі. Нәтижесінде біздің ағзамыздағы артық майлар кете бастайды, ал сіздің артық салмағыңыз да азаяды. Артық салмақтан құтылып, жеңіл жүретін боласыз.
Біз қазір аштықты сіздермен бірге талқылап жатырмыз. Осы тұрғыда мынандай сұрақ туындайды. Бауыр ауруы бар адамдар үшін аштық қауіпсіз бе деген. Соған тоқтала кетейін. Бауыр ауруы бар адамдар аштық ұстау немесе ораза ұстау алдында дәрігермен кеңесу өте маңызды. Себебі майлы гепатоз кезінде қысқа мерзімді аштық өте пайдалы. Алайда тым ұзақ аш жүру бауырға стресс тудыруы мүмкін. Ал бауыр циррозы бар адамдарда ұзақ аштық қауіпті болуы мүмкін. Бұл кезде бауырдағы энергия қоры азаяды, ал жаңа жасушалардың қалпына келуі қиындайды. Созылмалы гепатит кезінде де аштық иммундық жүйеге және бауырдың жалпы жағдайына кері әсер етуі мүмкін. Аштық ұстау кезінде гипогликемия қаупі де бар. Гипогликемия дегеніміз ол қан құрамындағы қанттың күрт төмендеуі. Жалпы аштықты былайша айтқанда қысқа интервал арқылы да ұстасаңыз болады. Мысалы, аптасына 2 күн 18 сағаттық аштықты жарияласаңыз, жалпы ағзаңыз үшін өте пайдалы болады. Арасында аз-маз су ішсеңіз болады. Бауырды тазалауға үлкен пайдасы бар екінші тәсіл ол бізде түрлі пайдалы шөптерді қолдану. Бауырды тазалауға арналған өсімдіктер олар сүт ошаған және сұлы. Ең бірінші сүт ошағанға тоқтала кетейік. Орысшасы расторопша. Сүт ошаған бауырдың саулығын жақсартуға арналған танымал шөп. Оның басты компоненті силимарин. Ол бауыр жасушаларының мембранасын нығайтып, зиянды заттардың, алкоголь, дәрілік заттардың, токсиндердің әсерін азайтады. Бұл бауырдың уытсыздандыру қызметін күшейтеді. Сүт ошағанның антиоксиданттық әсері де бар. Бұл дегеніміз бауырдың радикалдардан қорғай отырып, жасушалардың қартаюын баяулатады және де бауырдың жалпы жұмысын жақсартуға көмектеседі. Созылмалы гепатит немесе бауыр циррозы кезінде силимарин қабыну процестерін бәсеңдетеді. Бауырдағы жасушалық зақымдану деңгейін төмендетеді. Жалпы бауырдың өзіне жаңарту қабілетін де күшейтеді. Бұл әсіресе майлы гепатоз, алкогольден зақымданған бауыр жағдайларында өте тиімді. Сүт ошаған бауырдағы майдың жиналуын азайтуға да көмектеседі екен. Бұл майлы гепатоздың алдын алуға әсер етеді. Алкоголь, ауыр металдар, пестицидтер сияқты зиянды заттардың бауырға тигізетін зиянын азайтуға да көмектеседі. Енді осы сүт ошағанды қолдану тәсілдерін айтып берейін. Оны дайындау үшін 1 шай қасық сүт ошағанның ұнтақталған тұқымын 1 стакан қайнаған суға салып, 10-15 минут тұндырыңыз. Тамақтанудан 30 минут бұрын немесе кейін күніне 2 реттен ішіңіз. Оның ұнтақталған тұқымдарында пайдалануға болады. Сүт ошағанның ұнтағын күніне 1 шай қасықтан 2 рет ішіп, үстінен су ішсеңіз болады. Оны ботқаға, салатқа немесе йогуртқа қосуға да болады. Ал ошаған майын пайдалану үшін 1 шай қасықтан күніне 1-2 рет тамақтанудан 30 минут бұрын ішіңіз. Майды салаттарға қоспа ретінде пайдалануға да болады. Сүт ошаған капсула және таблетка түрінде де шыққан. Сүт ошағанның концентратталған силимарин түріндегі капсулалары дәріханаларда сатылады. Бірақ нұсқаулыққа сәйкес қабылдаңыз. Әдетте тәулігіне 140-300 мг силимарин ұсынылады. Сүт ошағанды қолдану кезінде сақтық шараларында ойланған жөн. Себебі жанама әсерлер болуы мүмкін. Ондай жағдайда бірден қабылдауды тоқтатыңыз. Терапевтік мақсатта қабылдау курсы әдетте 1-3 ай. Бауыр ауруын алдын алу үшін 2-4 апта қабылдасаңыз жетеді. Жылына 1-2 рет қайталану ұсынылады. Бізде келесі бауырды тазалауға арналған пайдалы өсімдік бұл сұлы. Орысшасы овес. Сұлы құрамында ағзадан токсиндерді шығаратын жасұнық, яғни клетчатка өте көп. Бұл бауыр жасушаларын қалпына келтіріп, оның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сұлы өт өндірісін күшейтеді. Бұл токсиндер мен қалдықтарды ағзадан шығару процесін қолдайды. Өт бауырдағы артық майларды, токсиндерді және улы заттарды ыдыратып, ішек арқылы шығаруға көмектеседі. Ал енді осы сұлыдан табиғи дәріні қалай жасаймыз? Сұлының суы бауырды тазалауға арналған табиғи керемет сусын болып табылады. Жасау рецепті негізі оңай. 1 литр суды қайнатып, суытып қоямыз. Кейіннен суыған суға 1 стакан сұлыны саламыз. Қоспаны термосқа қойып, 8-10 сағат тұндырып қойыңыз. Түнде жасасаңыз негізі ыңғайлы болады. Таңертең тұнбаны сүзіп, күні бойы бөліп ішіңіз. Бұл сусынды 1 апта бойы ішу бауырды жұмсақ тазалауға көмектеседі. Сұлыдан ботқа жасап жесеңіз де керемет болады. Таңғы асқа сүтсіз сұлы ботқасын дайындап, үстіне бал немесе кептірілген жемістер қосыңыз. Бұл да бауырға өте үлкен көмек береді. Енді келесі шаршы гүлдер тұқымдастарына жататын өсімдіктердің бауыр үшін қандай пайдасы бар, сол туралы айтып кетейін. Орысшасы семейство крестоцветных. Шаршы гүлдер тұқымдасына жататын өсімдіктерге бізде ақ орамжапырақ, қызыл орамжапырақ, брокколи, түсті орамжапырақ, брюссель капустасы,
қара шалғам, редиска, ақ шалғам жатады. Шашүргүлдер тұқымдастарының құрамында бауыр денсаулығына оң әсер ететін биологиялық белсенді заттар бар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы глюкозинолаттар және олардың ыдырау өнімдері индолдар мен изотиоцианаттар болып табылады. Бұл қосылыстар бауырдағы детоксикация процестерін жақсартып, токсиндерді бейтараптауға көмектеседі және бауырды зақымдайтын еркін радикалдардың мөлшерін азайтып, сіздің бауырыңызды жасартады. Енді бұлардың бауыр үшін қандай пайдалы қасиеттері бар? Ең бірінші пайдасы ол әрине детоксикация. Глюкозинолаттар бауырдың ферменттік жүйесін белсендіреді. Бұл токсиндердің және зиянды заттардың ағзадан жылдам шығарылуына көмектеседі. Шашүргүлдер қабынуды азайтып, бауырдың майлануы, стеатоз немесе цирроз сияқты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Антиоксиданттық әсері де біз үшін өте пайдалы. Бауыр жасушаларын зақымдаудан қорғап, бауырдың жасушалық регенерациясын жақсартады. Бұл өсімдіктер бауырда майдың жиналуын азайтуға, липидтік алмасуды жақсартуға үлкен көмек береді. Күнделікті аспен қалай тұтыну керек жалпы осы орамжапырақтарды? Брокколи немесе түсті орамжапырақты бумен пісірілген немесе шикі түрінде тұтынған өте пайдалы. Өйткені глюкозинолаттар жоғары температурада бұзылуы мүмкін. Ал шалғам мен редисканы болса, шикідей салаттарға қосып тұтыну керек. Шашүргүлдер үнемі тағамға қосу бауырдың табиғи тазаланып, жақсарып, жаңаруына үлкен септігін тигізеді. Үшінші тәсіл ол кето диета. Бұл дегеніміз төмен көмірсулы және жоғары майлы диета. Оның негізгі мақсаты ағзаны көмірсулардың орнына майды энергия көзі ретінде пайдалануға үйрету. Бұл процесс кетоз деп аталады. Кето диетада бауырдың саулығына оң әсер етуі мүмкін. Майлардың негізгі энергия көзі ретінде қолдану бауырдағы артық майдың азайып, майлы бауырдың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл диета инсулин деңгейін төмендетіп, бауырдың инсулинге сезімталдығын жақсартады. Бұл әсіресе екінші типті қант диабетімен ауыратын науқастарға өте пайдалы. Кетоз процесі бауырдың детоксикациялық қабілетін қолдап, қабынуды азайтуға көмектеседі. Кетон денелері бар бауыр жасушаларының жаңаруын қолдайды және де стресстен босатуға көмектеседі. Кето диетада рұқсат етілетін тағамдарға зәйтүн майы, кокос майы, майлы балық, лосось скумбрия, авокадо, жұмыртқа, майлы ет, жасыл жапырақты көкөністер, шпинат, брокколи, авокадо, қияр, болгар бұрышы және де бадам, жаңғақтары жатады. Кето диета кезінде жеуге болмайтын азықтарға нан және ұн өнімдері, тәттілер, қант, бал, крахмалды көкөністер, картоп, жүгері жеуге болмайды. Детокс сусындар ішіп тұрсаңыз да бауырға өте пайдалы болады. Мысалы, лимон қосылған жылы су. Таңертең аш қарынға ішіп тұрсаңыз, бауырыңыз сізге рахмет айтатын болады. Оған қосымша қызылша мен сәбіз шырыны бауырға керемет көмекші. Алайда диетада пайдалы майларды таңдау және талшыққа бай көкөністер тұтыну өте маңызды. Егер дұрыс ұсталса, кето диета бауырдың жалпы жұмысын жақсартып, оның денсаулығына ұзақ мерзімді қолдай алады. Төртінші тәсіл. Физикалық белсенділік пен терлеу бауырдың саулығына бірнеше жолмен оң әсер етеді. Спорт бауырдағы майдың жиналуын, майлы гепатозды азайтып, оның қызметін жақсартады. Май азайған сайын бауырдың қабыну және ауру қаупі де төмендейді. Жаттығулар бауырда қан ағымын күшейтіп, оның детоксикациялық қызметін арттырады. Бұл бауырға оттегі мен қоректік заттардың жеткізілуін жақсартады. Терлеу кезінде тері арқылы токсиндерді шығаруға да көмектеседі. Осылайша бауырдың жүктемесін азайтады және терлеу бауырға ағзадан ауыр металдарды шығаруға да көмектеседі екен. Спорт қандағы қант деңгейін реттейді. Бұл бауырдың инсулинге сезімталдығын жақсартып қана қоймай, май жиналу қаупін де төмендетеді. Ал енді қандай спорт түрлері пайдалы десеңіз айтайын. Жүрек соғу жиілігін арттыратын аэробтық жаттығулар, яғни жүгіру, суда жүзу, велосипед айдау сияқты жаттығулар пайдалы болады. Йога және тыныс алу жаттығуларда бауырдағы қан айналымын жақсартады. Ағзаға күш түсіретін жаттығуларды жасасаңыз, майды жағуға көмектеседі. Сонымен қатар судың маңызында ұмытпаңыз. Күніне 2 литр су ішу бауырды токсиндерден тазалауға көмектесетінін біле жүріңіз. Бесінші әдіс ол алкогольден бас тарту. Алкоголь бауырдың ең үлкен жауларының бірі. Алкоголь ағзада ыдырап, токсиндерге айналады. Бұл бауырдың жұмысын қиындатып, оны зақымдайды. Алкогольдің негізгі әсері бауыр жасушаларын бұзып, қабыну және майлы гепатоз сияқты жағдайларды тудыру. Ұзақ мерзімді алкогольді тұтыну бауыр циррозына әкелуі мүмкін. Бұл бауыр жасушаларының орнына тыртықтының пайда болуына алып келеді. Бұл процесс бауырдың детоксикация, метаболизм және энергия сақтау қызметтеріне жаман әсер етеді. Тіпті
аз мөлшерде алкоголь бауырға зиян тигізуі мүмкін. Әсіресе егер адамда майлы бауыр немесе басқа да аурулар болса, алкоголь аз мөлшерде түскеннің өзі бауыр үшін қиын болады. Бауырды қорғау үшін алкогольден толығымен бас тарту немесе оны барынша шектеу өте маңызды. Алкогольді шамадан тыс қолдану бауыр ауруларының басты себебі екенін ұмытпаңыз. Алкогольді ішімдіктерді ішкенше, одан да салауатты өмір салтын сүріп, ұзақ өмір сүріңіз. Мінекей, бауырды үй жағдайында тазалаудың тиімді және әрі қауіпсіз жолдары осындай. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл мені қолдаудың ең жақсы жолы. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.